Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Қазақ бекер айтпайды, тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ деп. Бүгінгі мына біздің сауалдарымызға жауап беретін келелі бір үлкен отырыс болғалы отыр. Бұл отырыста тек қана туралығын айтатын иманды азаматтарды шақырып отырмын деп ойлаймын өзім. Бір таныстырып өтейін. Оң жақтан бастайын. Хасан ұстаз отыр, Сансызбай ұстаз отыр, Смайыл ұстаз отыр. Жалпы атауда ұстаз деп айтып отырмын, бірақ Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты әрқайсысының өзінің атқарар жұмысы бар. Пәтуа бөліміне жауап береді, басқа да дін бөлімдеріне жауап береді. Студиямызға қош келдіңіздер. Қош болдық. Ағалар, енді әңгімеміздің әлқиссасын бірден мына Қазақстан мұсылмандары діни басқармасынан бастайық. Биылғы жылды Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ислам және ізгі қоғам жылы деп жариялады. Осыдан бастайықшы. Ізгі қоғам жылында не істедіңіздер? Қоғамды ізгілендіруге бола ма? Рұқсат болса жауап берейін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы биылғы 2023 жылды ислам және ізгі қоғам жылы деп не үшін жариялады деген бірінші сұрақты да ашып кетуіміз керек. Білесіздер, қаңтар оқиғасын, елімізде орын алған қайғылы қаңтар оқиғасынан кейін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, яғни ізгіліктің жаршысы ислам діні болғандықтан, ислам және ізгі қоғам жылы деп осы биылғы жылды атады және осы салада, осы бағытта бірқатар ілкімді істерді, шараларды өткізу және оны насихаттауды негізгі 5 бағытқа бөліп жаңағы бекітті. 5 бағыт деген нәрсе әрине, мысалы, әр салада өзінің бір бағыттары болады ғой. Мысалы, қаржы саласының өзінің бағыты бар деген сияқты. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында 5 бағыт бар. Бірінші дін мен дәстүр бағыты, екіншісі жаңағы ихсан және насихат бағыты бар, үшіншісі діни оқу ағарту бағыты бар, төртіншісі ізгі қоғам бағыты бар, бесіншісі жат ағымдардан сақтандыру бағыты бар. Яғни сол бір жыл бойы атқаратын шараларды, ізгі істерді осы бағыттарға бөлді. Мысалы дейік, айтайық, дін мен дәстүрге қатысты қандай шаралар бар. Айтайық, ақсақалдар кеңесін құру, әжелер мектебін ашу, және бұл мәселеде көптеген дәстүріміздегі нәрселерді жаңғыртуға батысты, айтайық, дін мен дәстүр бағытына береді. Сен осы бағыт бойынша өткізесің шаралар. Екінші, ихсан және ізгі қоғам. Ихсан деген мұсылман адамның, былайша айтқан кездегі, сен Құдайды көрмесең де, Құдай сені көріп тұрғанда құлшылық ету деген ұғымнан туындайды. Демек, мұсылман адам әрбір жасаған ісін, игілігін Құдай көріп тұрғанда жасауды насихаттау. Үшіншісі, діни оқу ағарту бағыты. Мысалы, мен сол діни оқу ағарту бағыты бойынша жауапты болдым. Біз бұл жерде не істейміз? Жаңағы діни ағартушылықты жандандыру. Сонан кейін барып, төртіншісі ізгі қоғам. Ізгі қоғамға көптеген форумдар, сонан кейін келелі кездесулер, отбасы құндылықтары, жастарменен айналысу, әйелдерменен түрлі форматтағы кездесулер өткізу, жаңағы мүмкіндік шектеулі жандармен кездесулер өткізу, яғни түрлі іс-шараларды оларға қайырымдылық жасау, оларға жаңағыдай ізгіліктің нұрын шашу, ізгіліктің жаңағы шарапатын бір көрсету. Ода да көптеген шаралар қалды. Ал енді 5-ші бағыт ретінде жат ағымдармен күрес. Ол енді кез келген қоғамда, тарихта, әлі біздің осы ғасырымызда да, бізден кейінгі өмір сүретіндерде де бұл түрлі ағымдардың болатындығы ол даусыз. Ал енді ол даусыз екендеп бүйтіп қолды қусырып отыру тағы да ол мәселені шешпейді. Ал шешпейді, ол үшін не істеу керек? Жұмыс жасалу керек. Барынша, мүмкіндігінше. Әрине заң бар, бірақ заңмен қоса кейбір тыйым салынбаған бағыттар болады, ағымдар болады, жамағаттар болады. Соларға қатысты тиісті шаралар ұйымдастыру, имамдарға уағыз насихат жасау, жаңағы оңалту жұмыстарын атқару, жаңағы түрлі ағымдардың жетегіне кеткендермен жеке-жеке сөйлесіп, олардың райына қайтару үшін көптеген шаралар. Яғни осындай бағыттарда осы биылғы жылды біз қорытындылады, өте көп шаралар атқарылды. Әрине, кейде енді біздіге жаңағы бұншалықты нәрсе сіздердің құзыреттеріңізге қажет пе деген сұрақ туындайды. Ал бірақ біз теңізге түскен бір тамшыдай болса да, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты 2854 мешіт бар. Сол мешіттегі имамдар барынша халыққа ізгілікті насихаттау. Өйткені ислам діні деген бұл бейбітшілік деген сөз. Ислам діні амандықтың діні, ізгіліктің жаршысы, ізгіліктің діні. Ал енді оны ізгілікті дін деп айта беруіміздің үшін біз өзіміз соны жүзеге асыруымыз керек. Әрине бұл қатысты өткен ғасырларда, бұрын ғасырларда мұсылман ғалымдар көп болған, тілге тиек етіп трактаттар жазған, еңбектер қалдырған, еңбек сіңірген. Мысалы, біздің отандасымыз баршамызға мақтаныш болған Әл-Фарабидің өзі де жаңағы ізгі
қала тұрғындары деген трактат жазған, кітап жазған. Ол бүкіл әлемде мысалы әлі күнге шейін өзінің өзектілігін жаңағы жоғалтқан жоқ. Демек, кез келген уақытта ізгі қоғамды құру үшін ол бастама керек, оған әрқайсымыздың бір үлесіміз керек. Сол біздің үлесіміз, қолымыздан келетін қандай ізгілікті болса, соны Қазақстан мұсылман діни басқармасының төрағасы бас мүфтиіміз осы жылдың басында бекітіп, сол тапсырмаларды берді. Солардың енді 99% десек те болады, жүзеге асты. Әрине кейбір шаралар белгілі себептерге байланысты кейінге шегеріледі. Енді ол енді түсінікті деп ойлаймын. Жақсы, сұрағыңызға, жауабыңызға түсіндім. Мен Ұлытаудан басталды, Алматыдан бітті ғой. Қанша конференция. Жақсы. Енді ол сіздердің атқарған жұмыстарыңыз. Енді ізгі қоғам жайында біз қазір сұрақтар барысында біртіндеп таныса бастаймыз. Қоғамның қаншалықты ізгіленгенін деп отырмын ғой.